Сәлем достар. Сәлем достар. Бүгін біз ерекше жұмыртқа пісіреміз. Таңғы асқа өте тартымды тамақ. Пашот жұмыртқасы. Сонымен бізге қажетті нәрселер: жұмыртқа, қара нан, аскөк, зәйтүн майы немесе кез келген өсімдік майы, қалаған дәмдеуішіңіз, менде тұз, бұрыш, имбир және қайнап тұрған су керек. Сүзбелі ірімшік немесе қатты ірімшік, өзіңізге ұнайтын кез келген ірімшікті алуыңызға болады, және бізге ожау керек. Ең алдымен ожауымыздың ішін кішкене майлап аламыз. Жұмыртқаны жарып, Покрутился. жұмыртқаны жарып ожауымызға құйып аламыз. Және суымызға саламыз. Судың бетіне аса батырмаймыз. Бетінен су кетпейтіндей етіп ұстап тұрамыз. Тана қолымды теңсеме. Насылай біреуін зереге бере ғой. Бізде 3 бала. Ой, 1, 2, 3 бала. Бізде мен и Зере. Зере, Назар и мен. Мынау бөбек, мынау ұл, анау қыз, и мен де қыз. Астыңғы жағы. И менде еще подруга бар. Астыңғы жағында ақуызы пісе бастады. Және бетіне түр беретін дәмдеуішімізді себеміз. Имбир сары күшті түс беріп тұрады. Және қара бұрыш дәмін келтіреді, және тұзымызды себеміз. Вкуснятинка. Сонымен бетін қайтадан жабамыз. Комната после спать. Плай. Наши фёки, смотрите нашу видео. А Зере смотрела мою видео. Слышите все? Ақуыз астыңғы жағындағы ақуызы түсіп, жиегіне қарай шыға бастаған кезде жұмыртқамызды толықтай суға батыруға болады. Мама красивая была или я? Және бетін жауып, кішкене 30 секунд Или көлемінде мои ұстаймыз. ребенки красивые. Одну мальчик, одну девочка. Одну девочку. Подпишите на комментарии. Сонымен жұмыртқамыз пісті. Это я казалось. Жиегінен суын ағызып аламыз. Нулизун ғой. Их правда нулизун. Блестяшками. Осыны алып, ақырындап нанымыздың бетіне Қоямыз. орналастырамыз. Қоямыз, орналастырамыз. Енді бұл бір түрі. Оның жанына қалаған аскөгімізді қойсақ болады. Бұл ірімшікті ұнатпайтындарға осылай дайындап береміз. Екінші, жұмыртқамызды пісіру үшін Мен хотела. тағы да дәл солай жасаймыз. Ана қазір потом мен жұмыртқаны өзім істеймін солай. Жарайды, жан. Хорошо, бірақ ұстамайын. Саламыз. Бетін жауып кішкене 1 минуттай ұстаймыз. Бұның бетіне әлі дәмдеуіштерді сеппейміз. Ақуызы кішкене пісе бастаған кезде суға толықтай батырамыз. Төменгі жағы толық пісе бастады. Енді келесі нандарымызға біз сүзбелі ірімшікті жағамыз. Осылай өте. Ана, нельзя маған жағуға. Тек қана қасықпен можно, я? Сүзбелі ірімшігімізді жақтық. Жақпадық.
Жұмыртқамыз дайын. Екінші жұмыртқамыз. Это будет разников. Можете сидеть наши комментарии. Напишите комментарий. Мне попадет такие видео. Классно бывает. Или мое. Напишите комментарий еще разочек. Мои ребенки, они послушные или нет. И казахский мне копирая. Комментарий напишите. Или английском. Я все могу говорить. И русском. Я в русском языке пойду на английскую. Потому что я в этот раз мой английский, казахский, он закрылся. Енді бізде үшінші жұмыртқамыз. Ана, мен можно жаруға? Қазір келесін жарасын. Келес деген жарасын. Бар ма? Бар. Ура! Ақырын салып тұрамыз. Әрбір жұмыртқаны пісіруге 1 минуттан аса 1,5 минуттан 3,5 минутқа дейінгі уақыт кетеді. Пашот деген жұмыртқаның пісіру жолы өзі сыртындағы ақуызы бітеу және сыртындағы ақуызы бітеу және ішіндегі сарыуызы ағып тұратындай жұмыртқаның пісірілген түрі. Ай. Енді бетіне суды жібереміз. Мне это мое танцевание понравился или нет? И вот валит. Или валис понравится, или казахском на казахске. Напишите комментарии. Их правда. Мен сушкым келіп кетті ғой. Ең соңғы жұмыртқамыз дайын болды. Мен екіншісін жарай. Бұның бетіне де үзбелі ірімшігімізді жағамыз. Мен екіншісін жарамам. Ой, пісіміз. Жұмыртқамызды саламыз. Мен жарайшы. Қазір келесін жан. Қайда? Ес қойды жоғын. Және мұның бетіне дәмдеуштеріміз себеміз. Анам где жаратын? Қазір холодильникқа алып шығамын. Не смотрите меня. Просто меня тут... Қайшы керек маған. Ой, был. Және аскөкті бұның бетіне ерекшелеп саламыз. Аскөкті бұлай ерекшелеп салмаймыз. Или саламыз. Енді ең Наши комментарии қызықты кезеңі келді. Бұл жұмыртқамыздың ерекшелігін көретін. Сонымен әрбір жұмыртқамызды жарып көрсетеміз қазір. Вау, покажи. Несей, сонымен біздің пашот жұмыртқамыз дайын. А теперь тағы Осылай түрлендіріп ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.